халқымызда айталар ки, ватансыз инсан қанатсыз құштыр. Керчектенде біріміз үшін туған еріміз ең қиметлі, ең мұйым шейдір. Бүгін үсте тарих ізлері программасы тамам гүзел, чөл ерінде ерлешкен Жүрчи районының Ақчора, яғни шымдықы гвардейская койындедір. Ақчора, яғни шымдықы гвардейская деп адландырылған кой Жүрчи районының ұчсыз-бұжақсыз кендар қалған болсал тарлалар içinde ерлешмекте. Ақчора бұтын тарафтан берекетлі қара чөллернен ортылген. Тамам шу тарлалар әм әвел заманлары, әм бүгінгі күнімізге де мында яшаған кой әйәлісіне әм иш, әм де аш су беріп тұрмақта. Hepsi bir-birimizге tanış, bir-birimizге yakın болып қаламыз, bir-birimizni tanıyımız, hepsi şunday. Yaşlarga koylarda, endi koyda iş kalmadı, evvelde kolxoz iş kolu yetişmeyedi. Şimdi endi kolxoz yoktur. İşler yok. Kim mal bakar, 10 tane, 15 tane mal sütmen yaşay. Kim yer, buğday östüre, arpa östüre, mana şunday etip yaşayış ketedi. Ақчора көйіне қомшу деп сайылған. Әмде Ақчора кой шурасы тергібіне кірген көйлер бұл Люксембург, яғни Еленовка, ве Буюк Қоңрат, яғни Братская көйлерідір. Кой сәкимлерінің айтқанына көре, оларының көйлерінде башқа милет векілері ғайыт чоқтыр. Бойле милетлер арасында кенеде кой сәкимлерінің лафындан бұл топрақларда та әвел заманлары яшап келген эстон ве чехлер отырмақталар. Üç koyumuz var mına bu Ақчора koyu, Gvardeyskaya, Yeленовка koyumuz var, Люксембург eski atı. Anda estonlar yaşagan evvelden. Son Büyük Komrat degen koyumuz var, Bratskaya şunda atı. O bizden 4 kilometre. Anda Çekler yaşay. Şimdi hem bugün geçeyim o Çekler var, o ana tilini unutmaganlar var. Бүгінгі күнге есе кой шурасында олған малюматқа көре Ақчора койынде 12 соқақта бенге яқын инсан отырмақта. Шуныннен койде орта мектеп, бала бақчасы, медениет еві, кой китапханесі, амбулатория, почта бөлігі, жами ве кілсе бар. Яқшы бірші байрам болса топланашамыз. Етлер нелер кесе құрбан байрамда, мына азбарында шорба, морба, плов пішіреміз, Аллаға шүкір. Келелер адамлар, бала чақасы бар, отырамыз, ашаймыз, ичеміз, музыка чаланы. Жемат яқшы, Аллаға шүкір. Сау болсындар. Ақчора койы ақында ilk мәліматны Қырымның камераль тарифлерінде раскедіре білеміз. Шу қайдларға көре 1784 сенесі Найман Қарақчора адыны ташыған кой Самарчы қадылығының Орқапы қаймақанлығына кіреді. Әмде кой ақында да бойле мәлімат бар. Әвел езелден Қырымның меркези қысымында бір Қырым татар койы ерлешкен екен. Шу кой бір қач бірі-бірінден ұзақчарақ ерлешкен қысымлардан ибарет олып, бір умуми Найман Қарақчора адыны ташыған кой кібі белі олды. 1805 сенесі Орқапы уездінің азбар ве инсан сайысы қайт олынған. Қылауыз китабында илк-сефер шу кой айры бір Қарақчора адыны ташыған кой кібі қайт етілді. Әмді шу қайдларға көре, о вақыт койде 16 азбарда 185 кіші яшағаны көстеріле. Генерал-майор Мухинның орбит топографик харитасында есе 1817 сенесіне Қарақчорада 35 азбар қайт олынды. Очень мощный был колхоз «Прогресс». На базе его был большой консервный завод, виноделие. Я как по специальности технолог-винодел работал. Потом зал лаборатории и директором концерного завода до уже ликвидации самого колхоза. Это после распада Советского Союза. Койбашы Григорий Юлюгин өз вазифесінде енді 11 ел девамында болынмақта.
Озы Григорий Васильевич Бахчисарайда doğып Ақшыра көйіне, ана бабасы ile 1974 senesi келді. Ерлі орта мектепні бітіріп, техникумда оқыды. Соңра ise аскерлікте де қызмет етті. Бүтін өмір бойы шу инсан оз көйіне файда кетіре. Кой башы да, мындакы инсанлар чешіт милетлі олғанына бақмадан, бірі-бірінен пек муабет олғанларыны қайд етті. Всего очень хорошо знаю, всего очень хорошее, красивое. И то, что могу отметить, самое мое большое достижение за все время работы, что у нас никогда в селе межнациональной розни никогда не было. Хотя еще при СССР я был депутатом 3 созывов сельского совета, мы делали по национальности перепись. У нас проживало на тот момент 32 национальности. Да, кой башы Григорий Юлюгин койде бұ елы олып кетежек денішмелер ақында бізге тариф етті. В этом году уже Аксенов утвердил в Гвардейском нашем поселении строительство детского сада модульного возле школы на 80 мест. Также у нас строительство новой сельской врачебной амбулатории в Гвардейском. Бүгінгі программамыздың қараманы Зияйдин Курдов 1955 senesi Андижан вилаятының Грунч-Мазар койының Победа колхозында дүнияға келді. Соңра ise қараманымыз құруculukta ишлемесінен бірге техникумыны бітірді. Соңра қорантасынен оз ватаны Қырымға авдет олынмаға қарарға келді. Әледі кіргеніңізде көргендір шынды мұрабиятыр, ескі мектеп барады. Оны бір помещица құрған екен, şu революциядан евелгі вақытларда. Үй жоқ балаларға бір интернат етіп. Шоны қарап, балаларыны бүтін Қырымдан топлап, жерде тербие беріп өстірген екен. Ondan соң мектеп болған. Біз епсіміз бір көзден шондан алып, бірер ерлер алып, ярым құрылған, ярым құрылмаған үйлеріне алып құрып шықтық та. Мына мысал мен 4 ел ерде яшаған болсам, 4 ел құрдым. Ақчыра көйінде мына бөйле, күчік олса да лекін бұтын көй жемиетіні, оз ибадетлеріні еріне кедірмек үшін топлаған Аллахның еві бар. Көй имамы Зияйдин Оджа Курдов Ақчыра көйінде біздің гүзел дініміздің ғайырдан тікленуі, вияш несілге ислам діні қануларының ашламасы идеясының бізнен пайлашты. Қайнатам рахметлі Сачал көйінден еді, Раздолинский район. Ояқта дин оқшыны оқыған, о жерден армияға алғанлар, армиядан женгке кеткен, 5 ел женгте, Прусияғачы женгте барып, қайтып келіп, Өзбекстанда Анжан шерінде бүйік бір молла болған еді. Ondan соң бияқа келіп, көйімізде моллалық етті Ажым Умеров, Кемалақай деген ярдымжысы болып, ярдым етіп жерді, о да оқыған, оқымышлы адам еді. 90 o vaqtda men ularda mevzun edim. Mayerda ezon chaqira edim, jamoatni namozga chaqira edim. So'ng babay rahmetli bo'lgandan so'ng Kemal aqam shunda rahmetli bo'ldi o da. Bu qo'yda o'rniga imomlik vazifasini o bo'yna olgan edi. Men unda ham o'ga yordamchi bo'lib, ezon chaqirib mevzun bo'lib yurardim. Elbette, 90. yıllarının sonunda ve 2000 yıllarının başında Kırım'daki vaziyet biraz sakinleşti. Avdet olunğanda öz tuğan köylerine qaytıp olamağan qorantalar baba dede köylerine qaytıp başladılar. Misal üçün Ақчыра köyünde imam vazifesini eda etken Zияйдин Oja'nın kaynatası Süleyman Oja da öz köyüne geçmege karar berdi. Көй халқы да Süleyman Oja'nın sözünü dinlep Zияйдин Oja'nı imam vazifesine tayin etti. Böylelikle 2004 senesinden başlap bugünkü günümüzgece Zияйдин Oja imam vazifesini becermekte. 2019 yılı hacıga barıp geldim. Allah kabul etsin hacılarımı. Ondan son şu yılda da Bolgar
Высший духовный академияға повышение квалификацияға барып келдім. Мына шунда айтып, мына мені өзім ярдымчыларымы алсам, мына шунда яшылардан ярдымчыларым бар. Мына бірісі шо евелгі молламыздың оғлы Алжумеров Ибазер, Нариман Enver Akam oğlu, Tabir Enver Akam oğlu Alim деген бар yaşlardan енді. Оларам енді бір 60 yaşlarga, 57 yaşlarga барып қалған, lekin олар бізден яш. Зиядин Ожа кой моласы оларақ эпысы динен бағлы мерасимлеріні кечере. Шунын үчүн де кой жемаатыны яхшы біліп, инсанларнен сық бағлыдыр. Evvelde 150 koranta бар еді өзімізі Қырым татар халқындан. Мына ерде мына 4 sıra, 5 sıra болып кетерді. Сыймағанлар оны коридорға шығып намаз етеділер. Şimdi 60 koranta, 62 koranta bizni koydu. 30 korantaga yakın Yelenovkada bizni halktan. 12 korantaga, 13-14 koranta Bratskiydi. Hepsini alğanımızda bir 100 korantaga yakın cemaatimiz var. Ақчора кой жемесі әрдайым дендашларымыз үшін ачықтыр. Имамның айтқанына көре, 20-ші асырның 60-ші жыллары бұл бинада амбулатория олған еді. Баяғы вақыт кечкен сон бұл ерде дом бытада олып, қараманларымыз мұнда сач қырмақ үшін берберлерге келеділер. Траш олғанлар, урпаларны түзетмек үшін тікіжелерінің қызметінен файдалана екенлер. Койде Қырым татарларының сайысы артқан сон есе, кой шурасы рейсы халқымыздың мұражатыны көз өгіне алып, шу бинаны эбеди куланув үшін, яғни шу ерде дендашларымыз жами япқанлары үшін берді. Vatandaşlarımızda iltimas var. Mına bunu camimizi tobesini başkattan jabış gerek. Andamında javun, bek javun javsa, andamında tamıyatır. Kısmet etse, mına ozımız sredствамыз жетмей, күчіміз жетмейecek o. Потому что, az cemaatimiz toplanan akçı, mına toplangan akçını, mına Allah'a şükür bunu tarttık, nettik, ala yer koparıp keteydi. Ana şimdi tarttık, nettik, yaxşı. Endi kısmet etse, inşallah şu tobesini nemetsek, jabı. Mına iltimas, vatandaşlar, kimini akçısı bolsa, nemeti, şu camiге beriniz. Алла Тағала сілеріңізді қалдырмас ол неткен ішіңізден. Иншалла, ішлеріңіз оң келер нетерінен. Әбетті, бина шымды тамир ішлеріні талап еті. Ел-елдан инсанларының сайысы да әп арта. Шымды де тамир ішлері девам етіп, ватандашларымыз ярдымға мұқтажлар. Келіңіз Ақчора көйінде отырған семеддешлерімізге ярдым қолымызны ұзатайық. Зиядин Ожамыздың омур арқадашы Эдие ханым Аблекимова есе Ақчора көйіне ilk сефер келгенini хатырлай. İlk sefer kelgen özüm nima tuğman, ballarım bu Kırım tuğu dep bakır. Biz 88 yılda kelgen edik, Evpatoriyada bir ay dam alıp ketken edik. Olar endi kurortni körüp, Kırım şonaqa dep bek aves etip kelgen edik. Keldik endi anamların eyine düştük. Bu Kırım tuğu deylerdi. Евпатория қыдыралар. Көйімізде біз келгендек консервный завод бар еді, молочный блок бар еді, айырды балабан ферма бар еді, 3,5-4 bin мал бар еді. Айырды мельница бар еді, ұн тартар едік өзіміздің өніманы. Өзімізі пшеницадан ұн тартар едік. Ondan özümüz okmek pişireydik. Magazinge varsan очередь da abide bulaydı. Şoman ide pişireydik okmek. Yaxşı kokulu okmekler pişireydik. Koy sekinleri tamam cemi karşısında Kırım Tatar halkı surgunlu kurbanları hatırasına bağışlanған abide koydular. Bu taşımızı manası, koyulgan manası. Mınavı togerek, Қазақша айтқанда kruг, bizi planetamızın bildiriyor, yeryüzünü. Bunu biz kısmet etse gelecekte kök түсінде, көкмек етіп доlatacakmız.
Üstündeki mına 8 köşeli yıldız. 8 köşeli yıldız 8 cennet kapılarını bildiriyor. Birincisi namaz kapısı, kim namaz etken. İkincisi oruza tutkan adamlarga açılacak kapı. Üçüncüsü zekat bergen adamlarga açılacak kapı. Dördüncüsü hacga barıp kelgenlerge açılacak kapı. Beşinci köşesi küçünü, sağlığını, selametligini Allah yolunda işletip cemaatini yaşayışını cengilletken adamlarga açılacak. Altıncısı aklını zikir kapısı. Zikir kapısı demek aklını işletip adamların hayatını cengilletken adamlarga açılacak. Yedinci kapı Allah'ın emirlerini yerine getirgen adamga, Allah Teala buyurgan, Peygamberimiz öğretken kanun kaydalarga yaşagan adamlarga açılacak. 8. songu kapımız af kapısı. Ana bu hatıra taşımız. Kartana kart babalarımız, ana babalarımız, emce dayılarımız, tice alalarımızını, bütün Kırım Tatarı milleti, Kırım'dan Uralgaçı, Kırım'dan Özbekistangaçı, Özbekistan'a barıp sıcaklarda açlıktan can teslim etken, hastalıklardan can teslim etken adamlarga, Uralga barıp soğuklarda açlıktan, hastalıklardan can teslim etkenlerini bildiriyor bu hatıra taşımızın. Koy sekinlerinin aytkanına göre, Akçorada sorgunlukka ve repressiyalarga oğratılgan kartlarımızın sayısı er yılı eksili. Бүгінгі күнімізге көйде халқымызның икметлі неsil векілері 4 кішідір. Көйде en büyüğü деп 87 yaştaki Aluştabet'te yerleşken Tuvaq köyünde doğan Nazim Çunaq'tır. Tuvaq koyu degen köyde yaşaydık. Evimizde menden iki ağam, anam. Erkekler yok idi, açlık idi. Onun üstüne sürgünlük netip, sürgün etmek kararı çıktı hükümet tarafından. Geldiler acele, yığıştır alacak şeyinde çık Padval meydanına. Padval var idi, vinli padval, onun altında meydanı yer var idi. O meydana çıkanda toplaşınlar, maşına gelecek, alıp gidecektik. Deyip haber verdiler. Acele yığıştırdık. Nazim Kartbabanın balalığı, osmurluğu ve büyüklüğü pek kıyın olup geçken eken. Ağam tap getirdi babamını, hasta 26 gün yattı. Anamla yanmayan, ben de ikisinin arasında oturam. 26 günden sonra babam geçindi. Babam geçingen son kim alıp gitti, alıp gittiler. Bir türlü informasyon yok. Bugüne kadar bir kimse haberi yok. 3 günden sonra 4. günü anam da vefat etti. Onlarını öldü, alıp gittiler de gelmeyecek başka öyle şeyler aklıma gelmiyor. Ya balam, malariya da var idi, hastalıklar köpedi. Çift, malariya, dizenteri, olmayacak hastalıklar. Millet malariya trişot ulitsalarda. Son deddomga yığıştıraykenler deddomga alıp gittiler. Akçorada oturgan esli başlı kartlarımızın biri Zubeyir Kartbabadır. Zubeyir Salidinov 1935 senesi Kurman rayonunun Kocanğıl köyünde dünyaya geldi. 44. yılda sürgün vaktinde ben 9 yaşındaydım. 9 yaşında Özbekistan'a vardık. Özbekistan'dan Fergana Oblası'nın Kuva rayonuna düştük bizler. Kuva rayonun sentrinde Hasılat degen kolhoz var idi, şonda düşken edik. Ondan son başka kışlakka öttük, ondan daha başka kışlağına öttük Kuva'nı. Ondan sonra aylanıp gelip ben şu kışlakta Özbek mektebinde 10 yıl okudum. 10. klasın başı Özbek mektebinde okudum ben.
О мектептің 10 классын бітіргеннен соң Какантқа оқымаға кеттім. Көй қожалық техникумына. Анда барып, электрификация факультетіне кіріп оқыдым 4 жыл, 58-ден 62-ге кеше. 1962-де оны бітіріп келгенсін, Ел районында электросетке ішке кіргідім, анда башта лаборант болып ішледім. Ондан соң ПТО-ға инженер болып ішледім. Ондан соңғы 11 жыл вақыт девамында электросеттің башлығыны мауыны болып ішледім. Вақыт кечтікче исе, бұтын Қырым татар халқынен бірге Зубейір Қартбаба ватанына авдет олынды. Мен қайтып Қырымға келдім 1988-де. Шондан бері шо көйде яшаймын мен. Балаларымды алып келдім. 2 дәне оғылым бар. Оларымды алып келдім мұндалар. Икені мұнда барабар шо көйде жамыны қатында отыра. Кішкенесі шынды Ялтада яшай. Эбеті, 1944 сенесі Зубейір Қартбаба өз қорантасынен Ұзақ Асияға сұргун етілді. Олар бір айлені үйіне 2 дәне солдат, 1 дәне офицер келіп таңда саатлер адамларда болмаса, лекін тахминен saat 4'lerde, 3:30'larda gelip adamlarını uykudan tırsаtıp sizlerin sürgün edecekmiz deyip mecbur etip herkesini alıp çıktılar. Alıp çıkkandan sonra şu nege Kurman stansiyasında poyizlere oturtup Özbekistan'a şu nege yönettiler şu hepsini adamlarını. Koyda kaldırmazdan bir tane adam. Ana şunday bulup sürgün ettiler şeydim. Невбеттікі қараманымыз Гуляра ханым Бахчисарай районында Қуыш көйінде 1940 сенесі доқты. О вақыт яшайыш пек қиын олғаны үшін ве халқымыздың башына бір чоқ сынау түшкені себебінден Гуляра ханымның да омыры пек ағыр олып кечті. Енді высшее образование olmadı, но мен өзім 59 yıl медицинский техникум бітіріп, медсестра olup 45 yıl çalıştım Fergana'da. Fergana түштік, бір қышлақтан Fergana түшкен едік сон. Балалығымда десатқа барып, мектепте оқып, 11-ci мектепте оқығанын Fergana'da. Ана ondan сон şu kursun bitirip 45 yıl медсестра болып çalıştım Fergana'da. Халқымыздың икметлі қадынларының бірі олған Гуляра Мамутованың яшыларымызға бір насихаты бар. Орыс тіліне епсі лaf ете. Мен ниетім ки şu bağlar епсі öğrense Tatarca. Tatarca laf etseler. Tatar тілін unutmasalar. Bizim urf adetlerimizni alıp barsalar. Yaxşı olur edi deyim da. Көй имамы Зиядин Оча Курдовның да халқымыз үшін бөйле тілеклері бар. Cemaatimizga Qrim musulmonlariga, Qrim tatarlarga aytajak bo'lsam, birlikda, beraberlikda bo'lsak, bu ana to'proq bizniki, yerlar bizniki. Shuning uchun bolalarimizni, torunlarimizni to'g'ri tarbiya etsak, mana shunda biz yutib chiqamiz. Мына бөйле ajayip yerде біздің ватандашларымыз балаларны, торынларны остырып, ev barqlı olup yaşamaktalar. Бүгін ise тарих izleri программасы Жүрчі районында ерлешкен Ақчора, яғни шындықы гвардейская көйі ақында тариф етті. Егерді сіз оз көйіңіз, яда шайырыңыздың кечміші Веземаневей аяты ile paylaşmağa isteseniz, бізге мұражат ете білесіңіз.